Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тойымды және оңай жасалатын тағамның рецептімен бөліскім келеді. Біз алдымен табамызға сары майды салып, үстіне өсімдік майын құйып, ерігенше күтеміз. Бұл тағамымыздың аты жульен деп аталады. Сіздерге де осы тағамды жасауға кеңес беремін. Өте тойымды, дәмді болып шығады. Енді осы сары майымыз ерігеннен кейін тауықтың төс етін төртбұрыштап салып, табамызға қуырамыз. Етіміздің суы әбден тартылғаннан кейін үстіне бір үлкен пиязды төртбұрыштап етіп салып, оны да бірге қуырамыз. Пиязымыз жұмсарғанша табамыздың бетін жауып қоямыз. Енді осы қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне 2 тісше сарымсақты майдалап турап, оны да салып қуырамыз. Саңырауқұлағымызды да төртбұрыштап турап, оны да қосып, суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Енді тұзымызды саламыз дәміне қарай. Қара бұрышымызды саламыз. Енді осы қуырылып жатқан тағамыздың үстіне кілегейлі сүтімізді құйып, сливкиді баяу отта 10 минуттай бұқтырамыз. Біздің тағамымыз дайын болып қалды. Енді үстіне осындай ірімшігімізді үккіштің ірі көзінен өткізіп, мен барлық қосатын заттардың мөлшерін видеоның астына қалдырамын. Табамыздың бетін жауып, отын өшіріп, ерігенше күтеміз. Гарнирге мен күріш дайындадым. Құрметті менің арнамның қонақтары, менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып,
және өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жазира Сәбитқызы. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен пеште пісетін баклажан салатының рецебімен бөліскім келеді. Бұл салат сіздердің дастархандарыңыздың сәнін келтіреді және хит салат болып жатыр. Бұл салатымыздың құрамында қолжетімді заттар, түрлі түсті бұрыш, баклажан, қызанақ, саңырауқұлақ, дәмдеуіштер, көкпияз және кинза бар. Баклажанымызды осылай видеодағындай етіп, ірілеу ғып турап аламыз. Мен 2 баклажанымды да турап алдым. Енді баклажанның аштысын кетіру үшін үстіне тұз салып, су құйып 5-10 минутқа қалдырдым. Түрлі түсті бұрышымызды тазалап, керек емес жерін алып тастаймыз да, оны да ірілеу ғып тураймыз. Саңырауқұлақты да жуып тазалап, ірі қылып турап аламыз. Енді баклажанымызды судан сүзіп алып, бұрышымызға, саңырауқұлағымызға қосып араластырамыз және үстіне дәмдеуіштерді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып шығамыз. Пешіміздің табасына пергамент қағазын төсеп, баклажандарымызды пешімізде 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Егер сіздер қонақ шақыратын болсаңыздар, бұл порцияны 2 есе қып алсаңыздар болады. Мен балаларым үшін аз қып жасадым. Біздің салатымыз пеште пісіп жатқан кезде үстіне қосатын қызанағымызды осылай видеодағындай етіп ірілеп турап аламыз. Міне баклажандарымыз да пісті. Енді осының үстіне жаңағы турап алған қызанағымызды қосамыз. Одан кейін көкпиязбен кинзаны ірілеп турап, оны да үстіне қосып араластырамыз. Салатымыздың дәмін келтіру үшін соя соусын қосамыз және ароя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Әсемдік үшін үстіне күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Құрметті менің көрермендерім, достарым, сіздерге баклажаннан жасалған ыстық салатымның рецебі ұнап жатса, лайк басыңыздар. Менің арнама тіркеліп,
Мені қолдап кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша сіздермен болған Жазира Сәбитқызы. Сау болыңыздар.
Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бауыр ұнайды ма? Мен бүгін сіздерге бауырдан котлет дайындаудың рецептімен бөлісемін. Бірінші нанымызды сүтке жібітіп аламыз. Бауырды тазалап бөлшектеп аламыз. Картоплымызды, пиязымызды да солай кесіп бөлшектеп аламыз. Осы заттарымыздың бәрін ет тартқыштың майда көзінен өткізіп аламыз. Енді видеодағындай бір ыдысқа осы заттарымыздың бәрін саламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Ұнымызды, сүтімізді құямыз. Содан кейін дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Табамызға аздаған май құйып, қызғаннан кейін котлеттерімізді екі жағын ауыстырып пісіре бастаймыз. Сіздер бауырдың адам ағзасына пайдасын білесіздер ме? Бауыр адамның көзіне пайдалы. Гемоглобин төмен болғанда бауырды пісіріп жеңіздер, пайдасы өте зор. Міне котлеттеріміз пісті, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге келесі видеомда осы котлеттерден гамбургер дайындап көрсетемін.